20 ғасыр әдебиеті. Жамбыл Жабаев. Ленинградтық өренім. Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің. Нева өзенін сүйкімді бұлағымдай көремін. Көпіріне қарасам, көмкерген су көлемін. Өркеш-өркеш жарасқан шоқылардай дередім. Сапырылған көктеңіз шомылдырып кемерін. Шамы күндей жайнаған, аспанға үйлер бойлаған. Арқа тұтып алыста, айбыным деп ойлағам. Жасағам жоқ өмірді, жау сойқаның көргелі. Төккенім жоқ терімді, шер қылғалы кеудені. Жасалған жоқ салтанат, жаудың болуға ермегі. Жауда қалып Ленинград, жаралғам жоқ көнгелі. Жасағамын өмірді, жау біткенді жеңгелі. Саудыратып сүйегін, топыраққа көмгелі. Судай тасып елкеге, жолды кернеп қол кетті. Сендерге дем бергелі. Невалыбын қорғаңдар, Ленинградтың ерлері. Ұрпаққа үлгі болыңдар, заманымның өрнегі. Ата жаумен айқасқан, бейбіт елім тып-тыныш, қойны толған бақ ырыс. Елмен бірге кенеліп, рақатқа бөленіп, жатқандалып жан тыныс, ел тынышын кетірген, аласұрып лепірген. Құлаққа кеп шалынды, сұры суық бір дыбыс. Құлақ түріп тыңдасам, дыбыс екен жаулардың, адамға қас аңдардың, іздеп келген қандырыс. Тұрпатына қарасам, дүниені обардай, обыр жеміт қомағай. Қан аңсаған қарақұс, Европаның жан-жағын, қармап қанды қармағын. Шеңгеліңнен қан ағып, қай сұмдыққа бармадың? Толмағандай жемсауың, алғың келіп жер шарын, қан дізіңмен шарладың. Көрге кірер кезіңде құтырғаның емес пе, бізге ауызды салғаның? Асқар таудай еліме, байтақ жатқан жеріме, шапты фашист дегенде ашуменен аралас. Жырда келді көмейге, қақар қаулап денемде, көз жібердім мен елге. Сонда елімнің түрінен тастай болып түйілген, қаһармандық аңғардым жау сазайын берерге. Жау тиді деп саспастан, аяқтарын нық басқан. Айбатынан көресің, аспанмен күші астасқан. Құйған құрыш тәрізді, тұлғасында күш тұзғар, батырлықпен ұштасқан. Төгіп жырдың нөсерін, домбырамды аламда, айналам жас нөкерім, мен де барам қалам ба? Қорғауға елді кім шықпас, аттанар қала даламда. Кәрі дүние күйлікті, жайнаған біздің заманға. Адырға шығар деген бар, асыққан аң ажалға. Екі дүние айқасты, майдандасқан алаңда. Қаһарланып аттандық, қаусаған кәрі дүниеден енді тамтық қалар ма? Олар фашист, сұр жылан, уын шашқан адамға. Денеге уын дарытпай, шаншпан басып жыланның, салайық қалқым табанға. Ондай мерез ордасы қалмасын тіпті ғаламда. Жас өмірдің жайқалған, жұлғызбай жалғыз жапырағын жайпайық деген зілді бұйрық. Верныйдан жандаралдар бұйрық қылды. Құйрығы бұйрығының тіпті зілді. 31-19-ды алат деген суық хабар халықты бұлқындырды. Жылады сорлы халық малын айтып, кеткен соң қолдан шығып келмес қайтып, дейді де еңірейді егіледі. Қайғының күні түні күйін тартып, Верныйдың қадам баспай қаласына, кемпір шал жылап жатыр баласына. Ешбір ем табылмады іздесе де, халықтың жүректегі жарасына. Пристав келіп қалды бала сұрап, ел жатыр бермейміз деп қойдай шулап. Қырсаң да баламызды бермейміз деп, тайсалмай әке шеше жатыр сұлап. Пристав ашуланды аламыз деп, жігіттер тұр бармаймыз қаламыз деп. Егерде бұл түріңді өзгертпесең, басыңа бір ойранды саламыз деп. Ел боп жиылды кеп әрбір сайға, ал әлеумет қараңдар мына жайға. Сеңдей болып соғылып толқындады, бір сая болама деп шыбын жанға. Жиылды бозбалалар бір кезеңге, қарғалы деген тасқын бір өзенге. Пристав кеттеріксіз аламын деп, көресің бұл істі деп кезегінде. Бәрінде ол пристав жаттап алды.
Басшыларын қағазға қаттап алды. Аттандырып бұл елге солдаттарын басты кісіні саптап алды. Күн ыстық, қайнап тұрған саршатамыз. Жанында қан, малында қалмаңыз. Оразаның күні еді сол уақытта, бұл күнде оразаны не қыламыз? Суында қарғалының ауыз ашты, бір пәлекет халыққа душарласты. Басшылары кеткен соң тағат алмай, жиылған жұрт дағдарып жан таласты. Келді де, алып кетті жақсын айдап, барады боздақтардың көзі жайнап, күн ыстық қайнап тұрған саршатамыз жөнелді абақтыға соры қайнап. Жақсыдан жақсы қоймай алды санап, қамалды абақтыға қырғыз қазақ, білмеді не болғанын сырттағы ел, қамалғандар тірідей тартты азап. Шулайды абақтыға қамалған көп, сырттағы жұрт біз енді қайтеміз деп, губернатор Жандарал жауап қалды, жайлауда ту көтеріп шапқан кім деп. Ешқайсысы айтпаған соң айғай сап кеп, өз айтты Жандаралдың Бекболат деп. Бекболат бола қалса ту көтерген, бұйрық қылды дарға асып тарт деп. Қалиқұлды бірге жазды дарасына, Байбосын қоса кетті арасында. Абақтыда қалғандар естен танды, көзінің қамшы тиіп қарасына. Әкетті байғұстарды арбаға сап, иманыңды айтатын молдаңды тап. Үндеріңді шығарма өңкейнадан, мұнан болай сөйлеме, аузыңды жап. Самсыны алған екен Ботбай қамап, оларды жігітімен кетті сабап. Тұтқындарды босатып ала алмады, бір пәлеге екінші пәле жамап. Пристав та Самсыға барған екен, Жәнібектің мештін қамап алған екен. Жәнібек қажы жанына ара тұрды, бір болыс ел жиналып барған екен. Ала алмай күні бойы әлек болды, Жәнібек приставқа себеп болды. Ертеңінде құтылып ұзынағашқа шаңдатып келе жатты қара жолды. Бөлек топтанып шоқтай болып, бай көпесті өлтірді Ботбай болып. Қолына онан басқа түк түспеді, кессе де бұл маңайды әбден шолып. Ақыры ұлыққа түк қала алмастан, не боларын болыстың біле алмастан, күш жинамай қарусыз ұрыс қылды, бозбаланы бітірді кек алмастан. Шиенде де әскерлермен ұрыс болды, сол ұрыста топ басы Саттар өлді. Саттар өлді, ел қашты деген хабар елдерге жайылды, оңмен солды. Шұбырып тауға қарап ел жөнелді, не боларын соңының кім біледі. Тауға шығып өрмелеп тасқа бұғып, елдің бәрі жанынан түңілденді. Ертеңінде елге әскер барды, шапшаң түсіп келсін деп хабар салды. Қашқындарды атады дегеннен соң таудағылар кірер жер таба алмады. Аттандық ұлығының қонысына, елді сорған борсықтай болысына. Көберлер қаза тапты жауға аттанып, көксеген азаттықтың соғысында. Патша әмірі тарылды. Қызығыңды көп көрдім, Қарабастау құлансаз. Күндерімді өткөрдім, сенде жүріп ұзақ жаз. Көкорайға жайылған, секілдедік үйрек қаз. Ештеңе жоқ уайымнан, жүруші едік көңілмәз. Патша әмірі тарылды, оған қылар бармалаш. Ішке толған зарымды кімге айтармын қылып наз. Көген көзді қосақтап, қалай қиып берерміз, көздің жасы моншақтап, көңіл шер боп өлерміз. Көк жайлауды қалдырып, қайда көшіп кетерміз, көкіректі зар қылып қорлықпен қайтып өтерміз. Бес үйден бір жігіт деп, болыстар жүр шапқылап, жасауылы үй тінтпек, қылыштары жарқылдап. Бүйтіп көрген күн құрсын, жапырақтай қалтырап, таусылғандай тынысың, күнде жүрек қансырап. Дүниенің кеңдігі жүрегіңде басың бос, қан қысылса белгілі, таба алмайсың жақын дос. Өз араңнан шыққандар таяқ соғар өзіңе, әр нәрсеге бір зауал дейтін еді кезінде. Би болысты тәңіратты, ел қорғауға жарамай, ағайынды еңіретті, көз жасына қарамай. Енді ойласақ не қалды? Ата жұрттан кету бар, жолға тігіп не жанды, тәуекелге беку бар. Не болмаса шыбындап, тағдырыңа көну бар,
көнсең күнде шығындап, ит қорлықта өлу бар.